Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге сүттен, айраннан бөлінетін сары судан блинни жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей бөлінген сары суымыз. Міне мен творог жасағанмын. Сол творогтың сары суы. Үстіне 3 жұмыртқамызды саламыз. Және де қантымызды саламыз. Содан соң қантымызды ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Мен төменге описание бөліміне творогтың жасалынған рецебін төменге қалдыратын боламын. Үстіне ұнымызды салып біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей үстіне ас содамызды саламыз. Араластырып алып, содан соң үстіне сұйық майымызды қосып барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, менде осындай масса болып шықты. Мінекей сұйықтау болу қажет. Содан соң табамызды жақсылап отқа қыздырып, кішкене майымызды жағып, үстіне құйып, екі жағы қызарғанша осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей мен барлығын осылай пісіріп алдым. Өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығады. Осындай сүттен, айраннан, ағарғаннан бөлінген сары суды төкпей, осындай блинни пісірсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Жанар Баймұрат.